біз географиялық карта түрлерін өткен болатынбыз. Сіздер топқа бөлініп тасымалар орындаған боласыздар. Бірінші топтың тасымасына келетін болсақ, сіздерге берілген картаның түрі? Біздің картаның түрі әлеуметтік экономика. Әлеуметтік экономикалық география ол қоғамдық географияның және географиялық ғылымдардың және де жүйесінің негізгі бөлігі болып саналады. Және де ол әртүрлі елдерді, аудандарды қоғамның аймақтық ұйымдастырын зерттейді. Жақсы. Екінші топ сіздердің картаның түрі, географиялық картаның түрі? Саяси карта. Дүниежүзінің саяси картасы жер шарының мемлекет шекаралары, астаналары, ірі қалалары мен жол қатынастары көрсететін географиялық картасы. Жақсы, Ордағай. Бүгінгі тақырыпқа енді келсек, жалпы халық санағы алдыңғы 7-ші сыныпта әлеуметтік географиялық деген бөлім болған. Сол бөлімде біз жалпы елдер, халық санағы, демография деген терминдерді өткен болатынбыз. Енді жалпы халық санағына тоқталып кетсек, бұл сабақтың жалпы мақсаты, жалпы оқушылар халық санағы не екенін біледі және халық санағы елдің демографиялық жағынан қандай географияның түрлерін анықтауға көмек береді екенін, әлеуметтік, саяси, экономикалық географиялық түрлеріне тоқталамыз осыларды. Жалпы бұл сабақта міндетіне тоқталсақ, жалпы географияда бірінші міндетіне тоқталмас бұрын оқушы жаңа тақырыпты өткенде өзіне сұрақ қоя білу керек. Бұл сұрақтарға тоқталсақ, жалпы біріншісі халық санағы не екенін білеміз деп айтып бағана. Одан кейін ең алғаш халық санағы жүргізген мемлекет. Одан кейін халық санағын жүргізу қандай мәселеден туындады, Қазақстан территориясында қанша жыл арасында халық санағы жүреді екенін, және Қазақстан территориясында шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ халық санағына қатыса ма екенін соны білетін боламыз. Халық санағы. Халық санағы дегеніміз статистиканы, бағана біз айтқан әлеуметтік, экономикалық, демографиялық статистиканы зерттеудің негізгі әдісі болып халық санағы аталады. Халық санағы екі түрде жүргізіледі. Жалпы халық санағының өзі әр 10 жыл сайын қайталанып келетін және ағымдағы санақ немесе бағалау деп атаймыз. Халық санағы жалпы 10-ның бұрығы бойынша, бағана біз айтқандай, 10 жылда бір рет болады. Нақты Қазақстан бойынша келетін болса, Қазақстанда алғашқы халық санағы өзіміздің тәуелсіздік алғаннан кейін 99 жылы болған. Одан кейін 2009 жылы, 10 жылдан кейін 2019 жылы эпидемияға байланысты, коронавирусқа байланысты бұл санақ 2021-ге ауыстырылған. Одан кейін ағымдағы санақ немесе бағалауға тоқталсақ, ағымдағы санақ ол соңғы 10 жылда емес, соңғы болған статистикаға сүйене отырып, әр уақытта, әр мезгілде, кез келген уақытта халық бойынша статистикалық деректер алуға және де оны ары-қарай бағалауға, зерттеуге қажет санақтың түрі болып есептеледі. Осы екі түрі халық санағы және ағымдағы санақ деп екі түрге халық санағын бөлуге болады. Одан кейін халық санағының анықтаудың әдістері. Әдістеріне тоқталсақ, біз ұдайы өсу деген тақырыпты өткен болатынбыз. Ұдайы өсу бойынша айтатын болсақ, екі типін өткен болатынбыз алдыңғы сабақтарда. Екі типі бойынша кім маған айтады? Бірінші типі табиғи өсім және механикалық өсім. Дұрыс. Табиғи өсім және механикалық өсім. Дұрыс. Табиғи өсім бойынша кім не біледі? Кім не біледі? Табиғи өсім. Табиғи өсім дегеніміз ол туу мен өлім, яғни өзін атайып тұрғандай табиғи жолда өседі. Ал механикалық ол көшіп кеткендер, көшіп кеткендер. Дұрыс, көшіп келгендер және көшіп келгендердің статистикасы дұрыс. Ал оны басқаша миграция деп атауға болады. Миграция дегеніміз, жаңа айтқанда көші-қон ол белгілі бір себептермен бір мемлекеттің азаматы басқа мемлекетке көшіп кету және белгілі бір мемлекетке көшіп келу. Және де бұл көші-қон миграциядан екі негізгі термин
эмиграция және иммиграция деген болады. Және соған сәйкес адамдар эмигранттар және иммигранттар деп бөлінеді, иә. Осы иммигранттар мен иммигранттар туралы кім не біледі? Кім қандай естулері бар? Иммигранттар. Аңды оқушылар, бүгін біз халық санағы туралы өткен болатынбыз. Енді әлем бойынша, халық саны бойынша ең көп таралған мемлекеттерге тоқталсақ. Қандай мемлекеттерде халық саны бойынша әлемде бірінші орында тұрған мемлекеттер қандай? Айжан? Қытай, Үндістан, ақш, Бангладеш, Индонезия. Жақсы. Енді осы мемлекеттерді алдыңғы сабақта біз географиялық картаны өткен болатынбыз. Енді жалпы жаңағы сіздер халық саны бойынша ең көп таралған мемлекеттерді картадан көрсетсеңіздер. Қазір сіздерді екі топқа отырсыздар. Бір-бірлеп шақырам. Сол мемлекетті сіздер маған осы физикалық картадан көрсетсеңіздер. Бірінші, қолыңызға қалам алыңыздар. Қазір мен сіздерге сұрақ мемлекеттің атын атамын, сіздер мені соны картадан көрсетесіздер. Енді бірінші топтан екі оқушы шықсаңыздар. Қалам алыңыздар. Айжан, сіз маған Қытай. Индонезия. Жақсы. Енді айылым сізге Жапония. Ресей Федерациясы. Жақсы отырамыз. Екінші топтан тағы да екі оқушы. Әсел, Абдужалил. Жақсы. Бірінші Абдужалил сізге Бразилия. Бразилия Нашикте. Жақсы. Одан кейін Пакистан. Сізге Әсел ақш. Жақсы. Енді Үндістан. Сіз жақсы отырыңыздар. Енді үй жұмысына келсек, сіздерге бірінші топ. Халықтың ұдайы өсуінің бірінші типінің ерекшелігін, артықшылығы, кемшілігін анықтап талдайсыздар. Екінші топ сіздерге халықтың ұдайы өсуінің екінші типінің ерекшелігін, артықшылығын, кемшілігін анықтап талдап маған хабарлама түрінде келесі сабаққа дайындап келесіздер.